Еліміздің зейнетақы жүйесі үлкен өзгерістердің алдында тұр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі саланы реформалауға кірісіп кеткен. Арнайы құрылған жұмыс тобы қазір бірнеше модельді қарастырып жатыр. Мемлекеттік органдардың, сарапшылар қауымдастығының және салалық ұйымдардың өкілдері зейнетақы жүйесін жаңғыртудың түрлі тәсілдерін талқылау үстінде. Мысалы, ұсынылған негізгі модельдердің бірі Сингапур тәжірибесі. Сингапурдың зейнетақы жүйесі әлемдегі ең тұрақты әрі тиімді үлгі ретінде жиі айтылады. Ерекшелігі қызметкер де, жұмыс беруші де міндетті жарна төлейді. Бұл қаражат азаматтардың жеке шотына жиналады. Осы жинақтың бір бөлігін зейнет жасына дейін тұрғын үй сатып алуға, білім алуға, емделуге немесе инвестицияға пайдалануға болады. Ұсынылған модельдердің енді бірі 4+1 деп аталады. Ол бойынша жұмыс берушінің 5% міндетті зейнетақы жарнасының 4%-ын жеке зейнетақы шоттарына, ал 1%-ын ортақ шотқа бағыттау көзделген. Бұдан басқа міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының ұсынысы да бар. Сонымен қай жоба тиімді? Мамандар не дейді? Тақырыпты Серік Селеубай зерделеп көрді. Қазақстанда зейнетақы жүйесі реформаланбақ. Қазір бірнеше нұсқа ұсынылған. Бұл қатарда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 4+1 моделі, міндетті әлеуметтік сақтандыру қорының ұсыныстары және Сингапур тәжірибесінің элементтері бар. Алайда, еңбек министрлігінің жұмыс тобындағы сарапшылар бұл ұсыныстардың ешқайсысы біздің елге лайық емес деп отыр. Ең талқыға түсіп жатқан осы үш модельдің өздерінің ерекшеліктері бар. Бірақ үшеуінің де кемшілігі сол, барлық азаматтар жаңағы топтарын, санаттарын өкінішке орай қамтымайды. Оның ішінде осал топқа жататын. Жалғыз басты аналар, бір емес бірнеше мүгедек баланы тәрбиелейтін деген сияқты, көп балалы отбасылардың жаңағы аналар деген сияқты, көптеген осындай осал топтарды қамтымайды. По поручению главы государства у нас сейчас Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қазір еліміздің зейнетақы жүйесін қайта қарау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осыған байланысты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жанынан ведомство аралық жұмыс тобы құрылды. Біз әлемдегі озық тәжірибені зерделеп, барлық қажетті есептеулерді жүргізіп жатырмыз. Осы жұмыстардың нәтижесінде үкіметке және президент әкімшілігіне нақты ұсыныстар енгізілетін болады. Одан бөлек, мамандар зейнетақы жинақтарынан түскен табыстың төмен екенін алға тартады. Мәселен, соңғы 12 айдағы кірістілік инфляциямен қарайлас болған. Бұл дегеніміз, болашақта лайықты зейнетақыны ала алмай қалуымыз мүмкін дейді экономист Бауыржан Ысқақов. Сондықтан қордағы қаражатты тиімділігі жоғары жобаларға салу керек деген ұсыныс айтты. Бірінші кезекте біз өзіміздің осы жүйені әртараптандыру керек. Тек қана мемлекеттік бағалы қағаздармен ғана байланыстыратын болсақ, ол инфляцияға тәуелді болады. Ал егер де біз оны мынау ірі инвестициялық жобаларға, халықаралық ірі акциясы жоғары капитал жаңағыдай әкеліп тұратын, дивиденд әкеліп тұратын ірі жобаларға, одан кейінгі мынау мемлекеттің ішкі табыстылығы мықты жобаларына қарай бағыттайтын болсақ, біз инфляцияның алдын ала отырып, жалпы ақшаның да құндылығын сақтай аламыз. Қазір біздің жинақтар негізінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында сақталады. Одан бөлек жекеменшік басқарушы компаниялар да бар. Алайда ол қорларға қазір қаражаттың тек 50%-ын ғана беру мүмкіндігі қарастырылған. Бұған жекеменшік секторға деген сенімнің аздығы себеп. Өйткені бұған дейінгі басқарушылар салымшыларды сазға отырғызып кеткен жағдайлар болды. Сондықтан әзірге мемлекет сақтық танытып отыр. Мамандар азаматтардың да жеке секторға сенімі аса жоғары емес екенін айтады. 4-5 жекеменшік басқарушы компаниялар бар, бірақ оларда активтер әлі көп емес, адамдар әлі бермей жатыр. Оларда негізгі көбісі енді сол консервативті стратегия ұстанып, жаңағы қордың, жинақтаушы қордың әр жақ бер жағында табыстылық алып келеді. Бірақ біреу-екеуі бар, кішкене агрессивті, жаңағы тәуекел жоғарылық, жаңағы стратегиямен жұмыс істейтін, олар кішкене көбірек табыстылық алып келді. Мемлекет оның барлығына 100% жинақты беру мүмкіндігін қазір қолға алып, осын жасап жатыр. Сол кезде барлық енді болашақ біздің жинақтарды арттыру мүмкіндігі кішкене кеңейеді. Дегенмен ұлттық банк қордың кірісін арттыру үшін күн түн демей тер төгіп жатырмыз деп мәлімдеді. Ұлттық банк инвестициялық стратегияны үнемі жетілдіріп келеді. Бұл тәуекелдерді тез арттыру туралы емес, портфельді кеңірек диверсификациялауды білдіреді. Шетелдік нарықтарға инвестицияларды көбейту және акциялар мен баламалы инвестициялар сияқты кірістілігі жоғары активтердің үлесін ұлғайту процесі жүзеге асырылып отыр. Дегенмен, жинақтардың кірісінен бөлек капиталдың сыртқа шықпауы да маңызды. Сол себепті биыл зейнетақы жинағының ең төменгі жеткілікті шегі 2 есеге жуық көтерілді.
Бұған азаматтардың қордағы қаражатын жаппай мерзімнен бұрын шешіп ала бастауы себеп болған еді. Кейінгі 5 жылда олар қордан 5 триллион теңге алған. Оның 1 триллион теңгесі жастарға, яғни 35 жасқа дейінгі азаматтарға тиесілі. Бұл олардың келешекке жиған қоржындағы қаржысын азайтып, қартайғанда таршылық көруіне әкелуі мүмкін. Себебі қазір елде 3 түрлі зейнетақы бар. Біріншісі базалық, яғни ол барлық зейнет жасына жеткендерге беріледі. Одан кейінгі ортақ зейнетақы. Ол 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін кемінде 6 ай еңбек өтілі бар азаматтарға арналған. Адамның еңбек өтілі көп болса, ортақ зейнетақы сомасы да соғұрлым жоғары болады. Соңғысы біз айтып отырған жинақтаушы зейнетақы. Келешекте олардың саны азаяды. Яғни азаматтар тек базалық зейнетақы мен өз жинағындағы қаражатты ғана пайдаланатын болады. Ортақ төлем болмайды. 1998 жылы еңбек нарығынан келмей тұрған бала қазір мысалы зейнетақы жасына қашан келеді? Шамамен ол 2040 жылдары келеді. 2040-2042 жылдар. Сол кезде сол адамдар ең бірінші системаға ілініп, система жұмыс істей бастады, олар ілінді, және олар зейнетаққа шыққанға дейін толық бір система цикл деп аталады. Біз 2040 жыл циклды бірінші циклді айналып өтеміз. Сол циклды біз егер дұрыстап, сол кезде ешқандай авария ештеңе болмай, жаңағы ақшамыз болмай қалып, адамдарға төлейтін ештеңе болмай, дұрыстап осы жүйені өткізе алсақ, толықтырып, жаңағы несін. Ол ары қарай оңай болады да, екінші, үшінші циклдарды біз оп-оңай айналдырып кете береміз. Сондай-ақ жұмыс орнынан аударылатын жарналардың да үздіксіз түсіп отыруы маңызды. Қазір салықтан жалтару үшін көп мекеме қызметкеріне ең төменгі жалақы белгілеп, қалған еңбек ақысын қолма-қол беруді әдетке айналдырған. Экономистер бұл мәселені жұмыс берушілерді ынталандыру арқылы шешуге болады дейді. Шет мемлекеттерде ерікті жарна деген дүние бар. Азаматтардан басқа сол кәсіпорын жұмыс берушілерде егерде өзінің қызметкерлеріне ерікті жарна төлейтін болса, шет мемлекеттерінде олардың да қызықтыратындай механизмдер ойластырып қойған. Яғни қандай да бір мынау тексеру кезінде салықтық жеңілдіктер береді, немесе қандай да бір мынау мемлекеттік тапсырыстар алу кезінде де сондай кәсіпорындарға қосымша мүмкіндіктер болады. Дегенмен, бұл тәсілдердің барлығы әлеуметтік осал топтардың мәселесін шешпейді. Сондықтан жұмыс тобындағы ерекше балалардың ата-аналар одағының жетекшісі Рауан Сағадиева базалық зейнетақының мөлшерін қайта қарауды ұсынып отыр. Еңбек өтілімі жоқ, яғни жұмыс істеп, зейнетақы жарнасын төлей алмаған ата-аналарды осы зейнетақы жүйесіне енгізу. Және мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, бастапқы дейді ғой, яғни базовый, бастапқы негізгі зейнетақының мөлшері қазіргі таңда өмір сүруге лайықты болса екен деп, соны ескерсе екен деп біз соны сұрап жатқан және ұсынып жатқан нақты біздің жасалып жатқан жұмысымыз осы. Демек, Қазақстан зейнетақы реформасы кезінде басқа елдің дайын моделін қаз қалпында қолдана алмайды. Еліміз өз ерекшеліктер мен бюджет мүмкіндігіне қарай қолайлы тәсілді таңдау керек. Сондықтан маңызды шешім қабылдар алдында 7 рет өлшеп, 1 рет кескен абзал. Ердәулет Абрайұлы, Серік Селеубайұлы және Дархан Күнтуов, 7 күн.